Мен айтам да деп ана алмас сияқты сүт сататын мен әңгімені жіберейін. Енді айта берсем негізі әңгіме көп, өте көп. Баяғыда бір қыз айтып еді маған, Азамат, сен старомодныйсың, ескі әндер тыңдайсың, май болып жүресің, постоянно керзетікпен жүресің деп. Иә, мен старомодный болған өзіме ұнайды. Мен дамығым келмейді сендер сияқты. Қазақстан дамып жатыр деді, білмейме сендердің қай жерлерің дамып жатыр. Еш қандай даму болып тұрған жоқ. Қыстың күні картош 5 теңге болып кетті, жыладыңдар. Бірақ мен жыламадым. Өткені менде міне алақандай огородым бар. Картоптың бағасы 500 емес 5000 теңге болып кетсе де, маған даплин туса дейді ғой. Даплин туса. Өткені біз өзіміз картопты егеміз. Картоп емес, шешем алақандай огородқа банан мен кокостан басқасын бәрін өсіріп алады. Біз әрине көмектесеміз, міне процесс жүріп жатыр. Қазір бәрі блатной өмір сүреді. Құлақта наушник, қолда iPhone, бірақ автобуста тұрады, бәрі блатнойда датовой. Менен басқасын бәрі блатной айту. Соны енді мен жоқ, ондай блатной болғым келмейді мен. Бәрі датовой блатной болып, картош салып жеген западлы. Невмоди картош сап, ана тырнақпен, алдында бір қыздар сондай видео сақ қойған, тырнақпен қарашынан огородтың шөбін жұлып отыр да, мынаны сатып алып жейсаса болады ғой деп. Вот сол жерден қателестіңдер сендер. Сатып алу деген Қазақстанда не бар, не өндіріс бар? Еш қандай өндіріс жоқ. Бәрін сатып аламыз. Датово, туалетный бумага, сереңке, басқа машинаны ештеңе айтпай қойым. Бәрі сатып алады. Навозға қарап алыңдар. Навозды көрмейтіндер бар шығар. Бәрін датово, бәрін сатып аламыз да. Енді картоптың өзін, картоптың бар, бүкіл овощ, фруктының бәрі Пакистан, Таджикстан, бәрін сатып аламыз. Датово, картопқа дейін. Мен енді отопление істейтін болғасын, күздің күні особенно көп үйге барам, өтті көп үйге барам. Барсаң, огородтардың бәрі чөп басып жатады. Сонда алақандай огородқа бір картоп сап, помидор егіп жеу деген жоқ. Біз жұмыстамыз дейді, қол тимейді. Иә, білем, менің шешем де жұмыста. Шешем жұмыс дейді, жасы 60-та, бірақ огородты банан мен кокостан басқасын бәрін өсіріп алады. Біз әрине көмектесеміз. Енді оны мен не қыл десең, енді біреуге сабақ болады шығар, әлі кеш емес. Огородтарыңды жыртып, қазып, хотя бы помидор, огурчик жесеңдер. Ол опять невмоди десеңдер, ана балашаған ойлау керек. Химия, огурчик пен помидорың бүкіл Қытайдан келген, шетелден келген жеміс жидектердің бәрі химия, білесіңдер. Хотя тым болмағанда натуральный бір продукты жеуге болады ғой. Вот сатып ала салам деген ол Қазақстанның ең бірінші проблемасы сода. Сатып алатын менде ақша бар. Бірақ біз как-то осымен ауырамыз міне. Навозды тиеп, қазір огородқа апарып жаямыз. Сондықтан жігіттер, Қазақстан әлі жас мемлекет. Өтті жас мемлекет. Ана Америка сияқты тәуелсіздік алғанымызға 200 жыл болған жоқ. Небәрі 30 жыл. Бізде только еңбек. Анау дамып кеткен Англия, елдің бәрі, қазақтардың бәрі Англияға барып клубника теріп жатыр ғой, күніне 100 мың төлеп. Англия неғып сатып ала салмайды? Клубниканы, жеміс жидекті басқа мемлекеттер неге сатып ала салмайды? Потому что қанша дамыса да, сол әрекетін әлі қоймаған. Олар өндіруші, біз тұтынушы. Қазақстанда ешқандай датово, қайталап айтам, датово огородқа картоп егіп жемейтін халықпыз біз. Қаш.
Kaç. Kene bu ötüründü. Kaç, bergen. Çok mu жерде? Anda kala. Oldu.